Актер Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері Жүніс Әлімбеков театрым тағдырым хабарында. Аға буын өкілі ретінде жастар тәрбиелеп, өз театрымды ашсам деген арманыңыз бар ма? Мен өзім ашпасам да, осы біздің қалада бір жастар театры болу керек қой деп армандаймыз. Желтоқсан бірде, ел тозған көрді, келетін білді, жайдарының сол... Өздерді қылышынан қан тамып тұрған кез, желтоқсанның әнін айту деген, ол кезде желтоқсан туралы айту деген сөздің өзі өте қиын болатұғын. Енді біздің жастығымыз шығар, жүреміздегі намысшылдығымыз шығар, айттық жаңа. Көрермендер ортасынан бастап, орындарынан тік тұрып қабылдады. Аяқ-қол өтті дірілді. Тер деген пора-пора бір желтоқсанның әнұраны сияқтап қабылдады. Дүйсенбі 19:20-да Жамбыл телеарнасында бірге тамашалайық.